сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English + 5 workbook unit 9 past simple тақырыбындағы жаттығулардың жасалу жолымен және де жауаптарымен таныс боламыз. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп, келесі сабақты жіберіп алмау үшін егер сабағыңыз ұнаса видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Now let's begin. Phase 1. Complete the sentences using the past simple form of the verbs in brackets. Төмендегі берілген сөйлемдерді жақшаның ішіндегі етістіктермен өткен шақта толықтыр дейді. Now let's begin. I lived in Almaty. Мен Алматыда тұрғанмын. My family moved to Astana. Менің отбасым Астанаға ауысты. This is I studied English at school. Мен мектепте ағылшын тілін оқығанмын. I went to college in the USA. Мен Америка құрама штаттарына колледжге барғанмын, оқығанмын. I was a pilot for Air Astana. Мен Air Astana да ұшқыш болғанмын. I got married. Мен үйленгенмін. My daughter was born. Менің қызым туылды. I retired in 2016. Мен 2016 жылы зейнетке шықтым. Now let's do exercise 2. Write the questions and the answers. Төмендегі берілген сөйлемдерді, яғни сұрақтарды, сұраулы сөйлемдерді және де жауаптарды толықтыруымыз қажет екен. Қалай болады? Мен толықтай жазып қойдым. The first. Did you read a book yesterday? Сен кеше кітап оқыдың ба? Yes, I did. Жауап did деп басталып тұрғандықтан біз did деп жауап береміз. Next, the second. Did your parents come to the school to see the play? Сенің ата-анаң мектепке ойынды көру үшін келеді ма? No, they didn't. Бұл жерде your parents дегеніміз they деген есімдіктің орнында тұр, сондықтан біз they деп жауап береміз. Next, the third. Did Дариға help you with your homework? Дариға саған үй жұмысын орындауға көмектесті ме? Yes, she did. Дариға дегеніміз бұл жерде she деген есімдіктің орнында тұр, сондықтан біз she деп жауап береміз. Next, did you went to Асан's house to study? Сен Асанның үйіне оқуға бардың ба? Yes, I did. Next, did your teacher read your poem? Сендердің мұғалімдерің сендерге өлең оқып берді ме? Yes, she did. Now exercise 3. Put the words in correct order to make questions. Төмендегі берілген сөздерді дұрыс ретімен қойып, сұраулы сөйлем жаса дейді. Let's begin. When was she born? Ол қашан туылды? Where did she go to school? Ол мектепке қайда барды? Which year did she go to the college? Қай жылы ол колледжге түсті? When did she start her first job? Ол алғашқы жұмысын қашан бастады? Where did she get married? Ол қашан үйленді? How many children did she have? Оның қанша баласы бар? When did she retire? Ол қашан зейнетке шықты? Now exercise 4. Complete the questions and then read the text and write your answers. Төмендегі берілген сұраулы сөйлем жаса дейді, және де сол сұраулы сөйлем бойынша жауап бер. Бірінші сұрақ. What did you do yesterday? Сен кеше не істедің? Мына жерде I went to school. Мен мектепке бардым. I played football in the afternoon. Мен түстен кейін футбол ойнадым. I did my homework in the evening. Кешке үй жұмысын орындадым дейді. Яғни кеше сіз қандай немен айналыстыңыз? 2-3 сөйлем құрастырсаңыз болады, тура осы күйге ұқсас. Next, the second. What did you have for breakfast this morning? Бүгін азанда сен таңғы асқа не жедің? I had деп арғарай өзіңіз не жедіңіз? Оны жазсаңыздар болады. Next, where did you go last weekend? Өткен демалыста сен қайда бардың? Сөйлемдеріңіз I went деп басталады. I went деп қайда барғандарыңызды айтсаңыздар болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.
Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Goodbye.